осы барлық болған арамыздағы жаңағыдай тоқтасын дегеннен кейін тоқтасын деген әңгімелер болды ғой енді. Одан кейін де біршама әңгіме айтылды деген сияқты. Сол үшін де бүгін іштей ойланып, түнімен Айбек дәл қазір шынымен ренжімес деп ойлаймын. Мамам қабылдаса да мен бұл арақатынасты әрі қарай жалғастырғым келмейді. Дәл осы жерден тоқтаса. Ренжімесеңіз дейді сізге. Эдуарда. Мен сол арақатынастың не нәрсе көңіліңізге тиіп тұр? Былай айтсам болады Балауса ханым. Андай тоқтасын дегеннен кейін тоқтасын, жаңағыдай қырғын әңгімелер бар, бәрібір мен өзім іштей жегенмін да, ол нәрселермен бүгінгі күнге дейін ойланып қарап, кеше түнімен қалай қылсам екен, өзіне қалай жеткізсем екен, бәрібір де қаншама арада естеліктер бар деген сияқты. Енді аналарымыз жылап жатқан кезде ана жақта просто барлық нәрсеге көзімді жұмып, Айбектен дәл қазір кешірім сұрап, арақатынасты дәл осы жерден тоқтатқым келеді, шынымен. Жоқ, Балауса ханым, мен дәл қазір вообще түсініп тұрған жоқпын да. Эдуарда тарапынан негізінде бізде кеше әңгіме болған кезде мен өзім жақсы ниетте келдім бүгінде. Бәрі дұрыс болады ғой, бірақ андай ғой, болды енді, не болыпты, ренжімей-ақ қой енді, осындай деп күліп айтып жатырмын да. Біз енді қаншама дегенмен просто тынышы мен дәл осы жерден тоқтатқым келеді арақатынасты. Мен естідім, сен тоқтатқың келетін естідім, оны айта беріп керек емес просто. Ешқандай ашусыз да бұл жерде, жаңағыдай сіз жақсы адамсыз, жақсы естеліктер болды. Жоқ, сен түсіндіргің келмей маған едіш, жақсы адам екенімді білем, жақсы адам жарайды. Просто мен іштей қаламайым болды. Просто жақсы көрмей кеттім ба мені? Іштей қаламайым болды. Балауса ханым. Жоқ, сол сұраққа жауап берсей. Жақсы көрмей кеттім ба мені просто? Иә. Балауса ханым. Айтайыншы? Жоқ, қатысушылар. Білмеймін, жаңадан бері Айбектің негізі білгісі келіп отырғаны, осы анаңызға дейінгі мәселеге дейін бір ішіңізде тұрды ма, бірақ деген ой Айбекке қатысты, Эдуарда, әлде бір ерегесу ма, мен түсінбей отырмын, әлде шынымен де сол таныстық басталғаннан бастап бір ішіңізде бірақ дейтін ой болып педі негізі? Неге сырға салуға дейін ойланбадыңыз?